толып мектеппен қоштасады енді. Мектеппен қоштасқалы отыр. Соған келіп отырсыздар барлықтарыңыз. Енді Мейрам Ғайшаның алдағы уақытына да жақсылық, осы бейнетінің тек қана зейнетін көрсін деп тілектілеймін ең бірінші. Сондықтан енді қыран бүркіт не алмайды, салсабақ дейді. Әрине қай ұстаздың болмасын басты мақсаты өзінің шәкірті ғой. Шәкірті осы шәкірті үшін қуанатын бірден бір осы ұстазы болады. Ұстазсыз шәкірт дейді. Ұстазсыз шәкірті жоқ, ұстаз қанатсыз құспен тең дейді. Сондықтан ұстаздар қауымы әрқашан осы оқушылар үшін, балалар үшін терін төгеді. Сондай ұстаздарымыздың бірі осы Мейрам Ғайша Қойбасарқызы да мектебімізде сан түрлі жарыстарға оқушыларын қатыстырып үнемі жүлделі келіп жүрген ұстаздардың бірі. Соның бірі енді ең алғашқы 76 жылғы түлектердің атынан мына шыныр жағылған деген енді келе ме келмеді ме білмеймін енді. Сол республикалық олимпиадада қазақ тілден 2-ші орын алған. Одан кейінгі бітірген оқушысы Тұрсынқанова Құралай 98 жылы облыстық олимпиадада қазақ тілі әдебиет пәні бойынша 3-ші орын алған. Сондай Акишева Дана абай оқулары аудандық кезеңінде 1-ші орын алған. Одан кейін енді жылма-жыл өтетін абай оқулары бар, оны білесіздер. Осы 98 жылдан басталды. Сол кездерде осы оқушысы әрі баласы Азиз республикалық абай оқулары. Соның бірі Мұқанов Азиз республикалық олимпиадаға абай оқуларына қатысқан 2007 жылы. Одан кейін Демеубаева Рауан аудандық олимпиада 2006 жылы 2-ші орын. Елекенов Алмат қазіргі өзінің жолын қуып осы мектепте ұстаздық қызметін атқарып келе жатыр. Ерсұңқар екеуі бар. Бұл 2010 жылы облыстық Бітібаева олимпиадасында алғыс хат алған. Сондай-ақ аймақтық қазақ тілі әдебиетінің олимпиадасы болғанда біздің мектептен сан сыныптардан оқушылар барған. Соның бірі осы Резина Құралай барып, одан кейін осы Елекенов Алмат барған болатын. Солар 2-ші аймақтық кезеңде